8-ci sınıf 8-ci bölüm Teatr öneri men madaniyeti. Sıratın takribi teatr öneri. Oku maksatları әлеуметтік қоғамдық мәдени тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, бойлықтарды, интервью, пікірталас үзінді, автор көзқарасы мен экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Оқушылар суреттерге қарап, театр өнері мен мәдениет туралы пікірлерінде білдіріңдер. Тапсырма. Өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып, сұрақтарға жауап бер. Әрбір мемлекет нарық нысанына қарамастан театр өнері мен мәдениетіне аса көңіл бөледі. Неліктен? Келесі сұрақ. Қазақстандағы мәдениет пен өнерді қолдау мақсатында қандай жобалар жүзеге асуда? Соңғы сұрақ. Қазіргі жастар телеарналар мен театрларда қандай жаңа қойылымдар болып жатқандығына қызыға ма? Неліктен? Осы сұрақтарға ойланып жауап беріңіздер. Актер, халық артисі Сәбит Оразбаевтың «Өмірдің өзі театр» естелік әңгімесінен автордың көзқарасын анықтау мақсатында төмендегі сұрақтарға жауап берді. Автор неліктен өмірдің өзі театр дейді? Көрермен қарттың әрекеті бұрыс па? Неліктен? Қазіргі актерлер өз кейіпкерлерін қалай сомдайды? Жай сөйлемдердің айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігі. Хабарлы сөйлем. Белгілі бір оқиға, құбылыс, іс-әрекет туралы хабарлау, баяндау, сөйлеттеу мақсатында айтылған сөйлем хабарлы сөйлем деп аталады. Мысалы, қойылымдағы бір адамның өмір жолынан өзінің өмірін көруі әбден мүмкін. Хабарлы сөйлемнің негізгі белгілері: хабарлау, баяндау, суреттеу мақсатында айтылады. Белгілі бір шаққа қатысты болады. Өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Айтушының іс-әрекетіне көзқарасын, ой-пікірін білдіреді. Хабар сөйлемді дауыс ырғағы бірте-бірте көтеріліп, соңына қарай бәсеңдейді. Хабарлы сөйлемнен соң нүкте қойылады. Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем бір нәрсе жайында сұрап білу мақсатында айтылған сөйлем сұраулы сөйлем деп аталады. Мысалы, қойылымдағы бір адамның өмір жолынан өзінің өмірін көру мүмкін бе? Сұраулы сөйлемнің негізгі белгілері: бір нәрсе жайында сұрап білу мақсатында айтылады. Сұрау есімдіктерінен және ма, ме, ба, бе, па, пе, ше, ма, мә, ба, бә, па, пі, ш сұраулық демеуші лауларының қатысуымен жасалады. Сұраулы сөйлемнің өзіне тән интонациясы болады. Бас жағы көтеріңкі айтылып, соңғы жағы бәсеңдемей, көтеріңкі қалыппен аяқталады. Сұраулы сөйлемнен соң сұрау белгісі қойылады. Лепті сөйлем. Айтушының түрлі көңіл-күйін білдіру мақсатында айтылған сөйлем лепті сөйлем деп аталады. Мысалы, шіркін, Абай рөлін сомдасам ғой. Лепті сөйлемнің негізгі белгілері: айтушының түрлі көңіл-күйін білдіру мақсатында айтылады. Күйіну, таңдану, өкіну, сұқтану, сүйсіну, қорқу, қуану, қапалану, наразылық білдіргенде тағы басқа жағдайлар. Лепті сөйлем ерекше эмоциямен, сезіммен айтылады. Жай сөйлемнің келесі түрі бұйрықты сөйлем. Біреуге бұйыру не талап ету мақсатында айтылған сөйлем бұйрық сөйлем деп аталады. Мысалы, шуламай көңіл қойып тыңдаңдар.
qilishi